Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Сіздер біздің колледжімізде экологиялық сауаттылық аптасы өтіп жатқанын өте жақсы білесіздер. Осы апталық аясында ұйымдастырылған сыныптан тыс іс-шарамызға қош келдіңіздер. Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің өткізілетін сыныптан тыс іс-шарамыздың тақырыбы қажетсізді қажетіңе жарат атты онлайн эко-жәрмеңкесі болып табылады. Әрине де ең бірінші бұл тақырыпқа көшпес бұрын тақырыптың өзектілігін талқылайық. Яғни, қажетсізді қажетіңе жарат атты онлайн эко-жәрмеңкесінің мақсаты ескі қажет емес заттар мен қалдықтарды пайдалы заттарға не істеу керек? Айналдыру керек. Міндеті қажетсіз заттарды қажетті заттарға айналдыру жолдарын табу. Интернет және әлеуметтік ресурстар көмегімен басқа адамдар тәжірибесімен танысу және өз қолымен қажетсіз затты қажетті затқа айналдыра білу. Оқушылар, бұл мәселенің өзектілігі өте тереңде жатыр. Себебі қазіргі уақытта адамзат алдында үлкен экологиялық мәселе бар. Ол не мәселе десеңіздер, әрине де мына суретте көрсетілгендей пластикалық өнімдер. Пластикалық өнімдер, яғни олардан жасалған материалдар қазіргі таңда біздің елімізде дейік, қаламызда дейік, жалпы планетамызда дейік, кеңінен қолданылады. Пластикалық өнімдер немесе одан жасалған қандай да бір материалдар не істейді? Қоршаған ортаны міндетті түрде ластайды. Және оның ең қорқыныштысы белгілі бір жерге мына суреттегідей көрсетілгендей көмілген пластикалық бөтелкелер болсын, қандай да бір өнімдер болсын, ондаған жылдар бойы өз құрамын өзгертпейді. Қазіргі кезде өте өзекті мәселе осы пластикалық өнімдер не істейді? Қоршаған ортаны ластайды. Біздің экологиямызға өте үлкен орасан зор нұқсан келтіреді. Сондықтан да осы пластикалық өнімдер көміліп, ондаған жылдар бойы жер астында, яғни ешқандай қайта өңдеуге жатпайтын болғандықтан, бұларды бізге қолдануға шектеу керек. Яғни сөйтіп біз не істей аламыз? Өзіміздің қоршаған ортамызға қандай да бір өзіміздің пайдамызды, үлесімізді тигізе аламыз. Оқушылар, мен сіздерге мынандай сұрақ қояйын. Сіздер ремейк деген не екенін білесіздер ме? Ремейк. Ағылшынша қайта. Қалай, кім айтады? Аударма. Переделать бола ма? Яғни қайта жасау, яғни қайта өңдеу, қайта жасау деген мағынаны білдіреді. Әлем бойынша бұл термин кеңінен қолданылады. Және тек қана мысалға шығармашылық жағында емес, сіздер білесіздер, тек қана өндіріс жағында емес, сонымен қатар бұл экологиялық мәселелер жағынан да кеңінен қолдау тапқан термин болып табылады. Себебі көптеген заманауи технологиялар бұл атауды алады. Бұрын қолданылған материалдар өндіріске шикізат ретінде қызмет етеді екен, және кез келген маталар болсын, қағаздар, пластиктар өнеркәсіпте не істейді? Осы ремейк процесіне ұшыраса, ол табиғи ресурстарды не істейміз? Біз сақтай аламыз, ал қажетсіз заттарды біз ремейк арқылы қажеттіге айналдырып жаңа материалдар, өнімдер аламыз. Яғни сіздер түсінікті ғой, экологиялық сауаттылық апталығы аясында сіздер біздің еліміз демеймін, қазіргі уақытта қаламыздың экологиялық мәселелеріне үлестеріңізді қосуға шақырамын. Ең бірінші, әркім өз үйінен, өзінің ауласынан бастаса, ешқандай қоқыс лақтырмаса, яғни және де қандай да бір қоршаған ортаны ластайтын өнімдер, қайта өңдеуге жатпайтын өнімдер қолданудан кішкене болса да шектелсе деп ойлаймын. Себебі қоршаған ортаның тұрмыстық қалдықтармен ластануы бүкіл ғаламшардың экологиялық тепе-теңдігінің бұзылуына келеді. Қажетсіз заттарды қажеттіге жасап, сол арқылы біз не істей аламыз? Планетамызға біздің көмектесе аламыз. Дұрыс па? Дұрыс. Енді қараңыздар, оқушылар, әр адам бұл барлығының қолынан келеді. Тек қана адамда ынта ниет болу керек. Себебі әр адам қажетсіз заттардан өз қолдарымен қажетті және пайдалы заттарды жасай алады екен. Көп жағдайда қайта өңделген заттар кей уақытта, яғни бірінші нұсқасынан да
пайдалырақ, жақсырақ, тиімдірек болып шығуы мүмкін. Себебі сіз ескі затқа жаңа өмір сыйлағанда, сіз не істейсіз? Біріншіден тұрмыстық қалдықты азайтасыз, екіншіден оны кәдеңізге жаратып, күнделікті қолдана аласыз, иә? Сондықтан да сіздер қоршаған ортаны сақтау үшін ең алдымен үлкен экологиялық мәселелерге назар аудармаңыз. Ең бірінші кішіден бір ғана қадамнан бастасаңыз, яғни үйіңіздегі қажетсіз затты қажетке айналдырсаңыз, онда уже сіз не істейсіз? Шығармашылық қабілетіңізді қолдана отырып, осылайша өз планетамызды қорғауға біз үлесімізді қосады екенбіз. Міне осындай біздің бүгінгі қажетсізді қажетіне жарататты эко онлайн жәрмеңкесіне мен сіздерге кішкене кіріспе жасадым. Яғни жәрмеңке деген сіздер түсінесіздер, иә? Сіздер не ұсына аласыздар? Яғни бұл біздің жоба тақырыбымыздың мақсаты сіздер қандай да бір сізге қажетті затты, қандай пайдалы заттарға айналдыра аласыздар. Сол үшін мен сіздерге не топтық, не жеке дара мүмкіндік беріп, жоба құрастыруға берген болатынмын. Енді қазіргі кезекте сіздердің осы біздің қаламыздың экологиясына кішкене болса да үлес қосамын деп дайындаған жобаларыңызды тамашалайтын боламыз. Ол үшін мен әрине өзімнің демонстрациямды тоқтатып, келесі бізде дайындаған жобасын өткізген Нұрасыл Нұрлан атты оқушымызға кезек береміз. Кәнекей. Қажетсіз затты қажетіңе жарат онлайн жәрмеңке. Қазіргі кезде дискі дейтін қолданыстан өткен ол дискілерді мусор қоқысқа лақтырғанша онлайн жәрмеңкеге әкеліңіз. Біз сіздерге дискіден көптеген нәрсе жасап бере аламыз. Дискіден мысалы міне үйге сағат жасауға болады. Дискіден қобдиша жасауға болады. Неше түрлі әдемі қобдишалар, салфетницалар, көптеген сүзгі гүл салғыш ыдыстар, фоторамкілер, үйіңді дискілермен әсемде. Яғни Нұрасыл Нұрлан, сіздер мен көріп тұрғандай жобада Әбдірахманов, Кенжетаев, Кәрім Батырбек, Арман, Игілік барлығыңыз жиналып, қажетсіз зат ретінде дискіні таңдағансыздар, иә? Қазір диск дейтін қолданыстан өткен ғой. Дұрыс айтасыздар, неге қолданысқа төмен болып қалды? Флешка дейтін, почта дейтін шықты ғой. Дискілер қалыпты қолданылмайды. Он дискінің қоқысқа лақтырғанша осындай жақсы заттар шығаруға болады. Я себебі бізде бұрындары біздің компьютерлеріміз дисководы болған болса, қазір білесіздер, иә, барлықтарыңыз қолданасыздар, ноутбуктар болсын, компьютерлар, дисководы да жоқ. Яғни қаптаған осындай дискілер әркімнің, әр мұғалім бар үйде, оқушы бар үйде дискілер табылады деп ойлаймын. Және оларды құр қоқысқа лақтырғанша мінекей біздің Олар топтың осындай оны не істеуге кәдеге жаратып, қажетті зат жасауға ұсынады екен. Сіздерге ұнады ма? Қандай сіздер қосымша бұған айта аласыздар? Мысалы, фоторамка өте түсінікті, иә, міне қараңыздар, өте пайдалы. Бөлмеңізге іліп қойсаңыз, егер де сіз қандай да бір футбол клубының фанаты болсаңыз, міне мүмкін болса, осы 12 болсын топта қанша адам дискіні қолданып, суреттерін іліп, например, бөлмеңізді әрлеуге болады екен, гүл салуға болады екен. Ал кімде тағы бұдан басқа дискіні қолданудың ұсынысы бар? Именно дискке қатысты. Қалай ойлайсыздар? Нұрлан Расул басын айтып бер. Сол көптеген өнімдер істеуге болады тағы дисктен. Қобдиша сонымен қоса. Яғни неше түрлі сәндік қобдишалар жасауға болады екен. Өте дұрыс, рахмет. Яғни сіздердің таңдаған қажетсіз заттарыңыз дұрыс таңдалған, себебі өте көп таралған, әркімнің үйінде табыла беретін зат, бірақ өкінішке орай біз оны не істейміз? Тұрмыстық қалдық ретінде қараймыз. Ал енді мына жерде мысалы сағат маған өте ұнап тұр, кез келген бөлмеге жасап, оны пайдалы етіп, тиімді етіп пайдалануға болады.
Дұрыс, өте дұрыс. Бұл біздің бірінші тобымыздың дайындаған жобасы болады. Иә? Екінші тобымыз қандай жоба дайындады екен? Кәнеки, бірлесіп жасапсыздар. Алтау, Нұралы, Аманұлы, Дамир, Рахымбай, Мақсат, Тілегенов, Елнұр, Сағынтаев, Әлсерік дайындаған жобаны тыңдайық. Кім айтады, қорғайды? Саламатсыздар, мен айтам. Алтау Нұралы. Қажетсізді қажетіне жарат. Әркім үйінен табылатын қажетсіз зат деп, мысалға, пластикалық бөтелкелерді айтуға болады. Келесі слайдта, мысалға, бірнеше бөтелкелерді жинап, оны қосып, үстінен картонмен орап, орындық істеді. Және де тағы да бір әркім үйінен табылатын қажетті затты, бұл көліктің покрышкасы саналады. Мысалға, келесі слайдта бұл кезде кішігірім стол жасалынған. Бұл. Яғни сіздің топ ең көп қажетсіз зат ретінде бөтелке, пластикалық бөтелке. Ұлдар, барлықтарыңыз келісесіздер ғой, пластикалық бөтелкеден көп нәрсе жоқ, иә? Қазір жаз мезгілі екінің бірі дүкеннен су алып ішеді, иә, сіздер білесіздер. Енді ол бөтелкелердің барлығы қайда кетеді? Қоқысқа кетеді, дұрыс па? Қоқысқа кетеді, бұл қайта өңделуге жатпайды. Яғни осы пластикалық өнімдер, жаңа мен айтқандай, 10 жылдар бойы шіріместен табиғатта жата береді екен. А ол шірімегендіктен біздің жеріміздің құнарлығы да артпайды, иә? Сондықтан қараңыздаршы, егер де қандай да бір міне Алтау Нұралы ұсынғандай, сіздер мынандай бөтелкеден орындықтар жасай аласыздар ма? Қолдарыңыздан келеді ме? Аха, келеді. Келеді, және бұл орындықтар мысалға тек қана үйде емес, басқа да бір жерлерде қолдануға біреу емес, бірнеше жасауға болады. Сіздерде мысалға саяжай болса, я дача дейміз, немесе дачада мынау таптырмайтын зат. Не сынбайды, я өте жеңіл қолданысқа. Гараждарыңыз болса, мінекей тамаша, яғни гаражға осындай орындықтар жасап қойсаңыз, қандай да бір достарыңыз келген уақытта демалуға, ұсынуға болады отыруға, я? Және бұлар қарасаңыздар өте оңай дайындалады екен. Яғни тек қана бөтелке, скотч, картон. Енді жарайды, кішкене ғана материал сыртынан табу керек, оның бәрі әркімнің үйінен табылатын зат. Енді шина деген сіздер ұлдарға таныс зат. Бұл затты сіздер мысалға гараждарыңызда, папаларыңызда, ағаларыңызда бар. Не істейсіздер, үнемі көресіздер, бірақ бұлай үстел жасауға болатын жасап көрдіңіздер ме? Көресіздер ме? Тоже саяжайға. Иә, ол да саяжайға керек зат. Өте дұрыс. Кімде-кім толықтырам дей ма? Так, толықтырулар. Тағы шинамен далада неше түрлі әдемі садик ақу осындайлар жасауға. Дұрыс, иә, дұрыс. Сіздер дұрыс байқағансыздар. Кез келген балабақшаның алдында, көрдіңіздер ме? Мектептің алдында осы дөңгелек шиналарды қолданып, гүл өткіштер жасап қойған, иә? Небір мүсіндер жасап қойдың. Сіздер айтқандай аққудың мүсіні, аюдың мүсіні бояп, әдемілеп, әрлеп, бұларды қаламызға сәндік, жаңа балабақша балаларына көз тоятын қандай да бір көңілді персонаждар жасаған. То есть көптеген қолданыс тауып, екінші тыныс бұларға беруге болады. Даже мен көрген біреу саяжайында осы шинадан не дейді ғой? Бұлақ көзін, жасанды бұлақ көзін дайындап қойған. Тастармен әрлеп, әдемілеп, ондай да болады екен. Сондықтан да сіздердің тобыңыз Алтау Нұралы, Дамир, Мақсат, Елнұр, Әлсерік таңдаған қажетсіз заттарыңыз өте дұрыс таңдалған, ең көп таралған, ең қажетсіз, және де оны бұлайша қажетіне жаратса, сіздер қаламыздың экологиямызға, үйімізде қандай да бір пайдаңыз тиеді деген сөзсіз. Келесі бізде жоба дайындаған оқушы
оқушылар тобы немесе оқушылар бізде кім сөйлейтін? Мен Сейіт Кәримов Дамир, осы жобаны қорғаймын. Қажетсізді қажетіне жарат онлайн экожәрмеңкесіне мен Рахмай Мақсат, Кенжетаев Әділ, Жүнісбек Ерасыл. Осы онлайн экожәрмеңкесіне біз полиэтилен пакеттерін таңдадық. Себебі полиэтилен пакеттері үйімізде көптеп жатады. Басына қолданысы магазин алғанда ол қолданылы болып келеді, сосын үйде қалған уақытта үйде жай жатады. Келесі слайдта біз ауламызды зерделеп, бұл полиэтилен пакеттерде бізде мусор араларында жатады. Уже қолданыссыз, қолдануы бітті. Жаңағы ол барлығымыз үйіміздегідей қажетсіз зат болып келеді. Жалпы полиэтилен пакеттерден неше түрлі өнімдер істеуге болады. Соның бірі бұл бізде төсеніш, үйге өте жақсы қолданылу болып келеді. Және сонымен қоса қалта мен қобдишалар жасауға болады. Ол да үйге, далаға киім жинауға неше түрлі керек заттар болып келеді. Сонымен қоса тағы үйге төсеніштер істеуге болады. Табақ астына салғыштар істеуге болады. Және кішкентай бауырларыңызға секіргіштерді қосуға болады. Осы өнімдерді біз басын айтып бердік, басқа да өнімдер, неше түрлі өнімдер істеуге болады. Өте дұрыс. Яғни керемет таңдалған зат, себебі жаңа бөтелкелермен қатар бізде не жүреді? Үнемі осы дүкенге барсаңыздар, полиэтиленді пакеттер жүреді. Сіздер білсеңіздер, көптеген дамыған мемлекеттер бұл полиэтиленді пакеттен әлде қайда бас тартып қойған, иә? Білесіздер ғой, көптеген елді мекендерде, әлемнің елдерінде не істейді? Не қағаз пакеттер, не мата пакеттер қолданады, полиэтиленді пакеттер мүлдем қолданбайды. Ол себебі экологияға орасан зор нұқсан келтіреді деп. Сондықтан да ал бізге өкінішке орай әлі біз қолданамыз. Жай ғана қолданып қоймай, міне қараңыздар, қоқысты біз қалай жинаймыз. Мынаның бәрі не істемейді, өңделмейді. Мынау күн түссе де, жаңбыр жауса да, қар жауса да, мына полиэтиленді пакет өз құрамын өзгертпей, тура осы қалыпта 20 жыл, 30 жыл болсын не істейді, табиғатта жата береді. Бұл өте қорқынышты жағдай. Сондықтан да міне қараңыздар, ұсынып отырған төсеніш, қоқысқа оны қаптап лақтырмай, қараңыздар, мынау төсеніш полиэтиленді пакеттен жасалған екен, су өткізбейді, тамаша. Яғни сіздер қандай да бір жаңа біз айтқандай, гараж болсын, саяжай болсын, жер үй болса қандай тамаша, яғни жер үйде сыртта болады қандай да бір жаңағы банялары болады, мысалға сол кезде қолдануға өте тиімді. Ал мына заттарды қараңыздар, қалталар, қобдишалар ойыншық жинауға, сіздердің саймандарыңызды, қандай да бір құралдарыңызды салып қоюға, не кірленбейді, не жумайсыздар, не мықты және де, яғни кеңінен қолдануға болады екен. Табақ астына салғыштар енді, яғни температура. Бұл полиэтиленді пакеттер ыстыққа да, суыққа да төзімді, біз жаңағы айтқандай, сондықтан да үстіне ыстық затты қойсаңыз, және де не дейді? Секіргіштер. Бұл скакалка балаларға. Өте дұрыс. Қосарларыңыз бар ма, оқушылар? Если қолдан келіп тұрса, ойыншық солар жасауға. Ойыншық жасауға бола ма полиэтиленді пакеттен? Ойыншықтары әртүрлі. Мягкий игрушка сияқты ма? Ол қандай ойыншық болады? Сол полиэтилен пакеттерден орап игрушкалар жасауға болады. Ол мягкий игрушка болып келмейді қатты. Әдемі, әсемі игрушка болып келеді. Мына төсеніште көрсетілгенде, бірінші одан мынандай жұмсақ гүлдерше жасап алып, сосын бірақ мүмкін өте дұрыс. Оны да балабақшаларда мүмкін жасап қоюға болады. Өте дұрыс, рахмет сіздерге. Так, бұл біздің 3-ші тобымыздың дайындаған жобасы болатын, және бізде 4-ші топ бар, және 4-ші тобымыздың жобасын тыңдайық. Қажетсізді қажетіне жарат онлайн жәрмеңкесіне арналған жоба. Бізге берілген тақырып жұмыртқа қабығын пайдалану. Күн сайын дерлік біздің үстелімізде жұмыртқалар пайда болады. Біз бұл адам үшін құнды қоректік өнім екенін білеміз.
Қабық жұмыртқаның салмағының 10%-нан аспайды. Айтпақшы, берік қабық бұл жұмыртқа сапасының кепілі. Біздегі мәселе, егер жұмыртқада көптеген пайдалы заттар болса, олар қабықта болуы мүмкін бе? Қабықты пайдалану. Жұмыртқаны босатыңыз, бос жұмыртқаны мұқият тазалаңыз, суға жуыңыз, құрғатыңыз. Содан кейін біз оларға кезекпен көк, қызыл, тәтті бұрыш, жүгері және туралған қайнатылған тіл саламыз. Сорпаға желатин қосып, жұмыртқаның ішіндегісін құйыңыз. Тоңазытқышқа салыңыз. Ал толтырғыш салған кезде оны жұмыртқа қабығынан тазартып ыдысқа салыңыз. Жұмыртқа қабығы іс жүзінде тамаша дәндердің өсуіне арналған. Мұндай кастрюльдердің артықшылығы қабықтың өзі керемет тыңайтқыш. Трансплантация кезінде өсірілген көшеттерді алаңдатудың қажеті жоқ. Өсімдік тек үлкен кастрюльге немесе бірден қабықпен бірге жерге трансплантация келу керек. Бұдан шығатын қорытынды жұмыртқа қабығы болуы мүмкін, пайдалану азайту үшін топырақтың қышқылдығы. Тыңайтқыш ретінде көшеттерге арналған кастрюльдер сияқты ет дайындау үшін, асапты шығармашылығы үшін. Тамақ қалдықтары мүлдем жарамсыз деп саналады. Қалдық өнімдер. Олардың қоқыс жәшігіндегі орны, алайда зерттеу адам пайдалана алатын құнды заттардың бар екендігін дәлелдеді. Жұмыртқа қабығынан көптеген міне осындай гүл үйге көшеттер істеуге болады. Сыртын бояп, Яғни, көріп тұрсыздар, қараңыздар, өте қызық, күндегі қолданыстағы біздің сіздер таңғы асқа дейміз жейтін жұмыртқаларыңыз, бірақ қараңыздар, қандай ерекше қолданыс түрлерін тапқан. Әрине де, енді бұны не сіздердің аналарыңыз, апаларыңыз жасау қолынан келеді деп ойлаймын, бәлкім сіздердің де, тек қана жай тастамай, оны кәдеге жаратып, әрине де мынау әсіресе тұқым еткенде, сіздер білесіздер, тұқым еткенде көбісі қайтадан не сатып алады? Пластикалық стакандар. Бір реттік бар ғой, ақ стаканчиктар, кішкентай ғана. Яғни мен көп үйде көрдім, тұқымды ең бірінші саяжайға апарып отырғызбас бұрын, үйде не істейді, осылай тұқымдандырып, кішкене отростық дейді ғой, өсіріп алады. Мен көргенім пластикалық стаканға жасағандарын көргем. Ал мынандай жұмыртқаға жасау керек екенін мен әрине де білмедім. Ең бір жақсысы мынаны саяжайға апарып, тура осылай қабығымен да отырғыза салуға болады, ешқандай қиындықсыз, себебі оның қабығы не істейді? Жерде тыңайтқыш ретінде қызмет атқарып, одан сайын оның жақсы өсуіне ықпалын тигізеді, дұрыс па? Дұрыс. Ал сіздер білдіңіздер ме осылай жұмыртқаны пайдалануға болатын? Енді жұмыртқаның сыртын далаға тастамай, не істейсіздер? Кәдеге жаратасыздар. Дұрыс па? Банкіге су құйып, жұмыртқаның сыртын салып қояды, сосын суарады гүлді. Гүлді суару үшін солай қолдануға бола ма? Бананның сырты да болады. Бананның да сырты бола ма? Қанша күн салып қою керек оны? Ішінде тұрады. Өте дұрыс әрине. Жақсырақ өседі тезірек. Мысалы, маған ол өте тиімді ақпарат, себебі мен оны білген жоғым, жасап көрем әрине де, яғни жұмыртқаның сыртын алып, суға салып, үй өсімдіктерін суаруға болады дейді. Түсінікті, рахмет, сұрақтарыңыз бар ма? Біздің бүгінгі жоба қорғаған сұрақтарыңыз. Енді қараңыздар, сонда оқушылар, бүгін біз тақырыбымыз қажетсізді қажетіне жарат атты онлайн экожәрмеңкесінде сіздер қандай да бір қажетсіз затты пайдалыға асыра аламын, қажетті жасай аламын деген дәлелдеріңізді толықтай келтірдіңіздер. Бір емес, бірнеше заттарды қалай қолдануға болатынын сіздер жоба бойынша ұсынып қорғадыңыздар. Өте үлкен сіздерге рахмет, жобаларыңыз керемет. Яғни ол жерде шамамен 10 шақты қажетсіз заттар қарастырылды, Енді тек қана сіздерге айтарым, осылай қажетсіз затты қажеттіге айналдыру жәрмеңкесін жалғастыра беріңіздер. Туған туыс достарыңызға осы эстафетаны жалғастырып, осылайша қаламыздың экологиялық тазалығына, экологиялық ахуалына өз жақтарыңыздан кішкентай болса да үлестеріңізді қосуға шақырамын. Осымен оқушылар, біздің колледжіміздегі экологиялық сауаттылық аптасы аялығында ұйымдастырылып өткізілген қажетсізді қажетіне жарат атты біздің бүгінгі іс-шарамыз аяқталды. Сіздерге үлкен алғыс. Біздің планетамызды ластамауға тырысыңыздар. Сау болыңыздар.
Сау болыңыз.